қыстау қилы заманда, не болмаған байтақ даламда, тарихтағы талай боранда мың жанып мың өшкенбіз. Қашан отпен суға түспедік, бақыт үшін бәрін істедік, бірлігіміз бойға күш беріп сан сынақты кешкенбіз. Күлтегіміз қаған білгенбіз, құламаған елміз мүлде. Мен Талғар медициналық колледжінің 205 топ студенті, топ жетекшіміз Күнтубаева Ақтоқты Мирзакемовна. Қазіргі жағдайда пандемия кезінде коронавирус инфекциясының алдын алу мақсатында қашықтықта оқыту бағдарламасымен оқып жатырмын. Осындай ауыр жағдайда бізге білім беріп жатқан ұстаздарға мол алғысымды білдіремін. Құрметті қазақ елі, Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың үндеуі бойынша біз осындай қиын қыстау кезеңде отбасымызбен біргеміз. Және де сіздерді де отбасыларыңызбен, жақындарыңызбен бірге болуды сұраймыз. Біз біргеміз. Қазіргі пандемия коронавирус инфекциясын алдын алу мақсатында біз оқуымызды қашықтықтан онлайн режимінде жалғастырудамыз. Осындай қиын қыстау кезде бізге қолдау білдіріп, біздің оқуымызды ары қарай жалғастыруға мүмкіндік беріп жатқан ұстаздарымызға алғысымды білдіргім келеді. Әлемді шулатқан пандемия кезінде мен қашықтан оқып жатырмын. Және де бізді оқып отырған мұғалімдерге, сондай-ақ тағдырын тәуекелге тіккен дәрігерлер мен полиция қызметкерлеріне мында бір алғыс айтамын. Карантин кезінде инфекциядан сақтану үшін қолдарыңызды және беттеріңізді мұқият әрі жиі сабынмен жууларыңызды, қолға арналған антисептиктерді қолдануларыңызды, науқастармен тікелей байланыста болмауларыңызды, көп адам жиналған ортадан аулақ болуларыңызды сұраймын. Бұндай қиын сәтте біз бір-бірімізге қолдау берейік. Мен үйдемін, сіз де үйде болыңыз. Біз біргеміз. Қазіргі карантин кезінде қашықтықтан оқып жатырмын. Және де қандай жағдай болмасын, бізге білім беріп жатқан ұстаздарға айтар алғысым шексіз. Және де дәрігерлер мен ішкі істер органдарына да айтар алғысым шексіз. Нағыз қазақ елінің батырлары сіздерсіздер. Олар біздер үшін жұмыста болды, біз олар үшін үйде отырайық. Біз біргеміз. Қазіргі пандемия уақытында коронавирус инфекциясының алдын алу мақсатында қашықтықтан оқыту бағдарламасымен оқып жатырмын. Қазіргі таңда пандемия кезінде коронавирус инфекциясының алдын алу мақсатында қашықтықтан оқыту бағдарламасы бойынша қашықтықтан оқып жатырмын. Қашықтықтан оқыту кезінде ұстаздарға жүктелетін жауапкершілік өте көп. Құрметті ұстаздар, осындай сын сағатта берілмей, сынбай, бізге қолдау көрсетіп жатқандарыңыз үшін сіздерге мың алғыс. Қазір елде болып жатқан қиыншылықтарға қарамастан бізге өз білімін, тәлім-тәрбиесін беріп отырған ұстаздарға мың алғыс айтқым келеді. Біз біргеміз, үйде болыңыздар.